мен тағы эпитетті қарастырдық. Енді үйге берген тапсырма сіздер әрқайсыңыз көркем шығармадан осы көркеуіш құралдарды тауып, тілдік талдау жасап келу керек еді. Яғни Гүлжамал, сіз қандай тапсырма орындап келдіңіз? Шығарма өз кезегін берейін. Шығарма белгісі бойынша теңеу және эпитеттерді табу арқылы. Мысалы, шығарма белгісінде ең бірінші тарауында, ол негізі повесть, бірінші тарауында шықпалы сұр бұлттар деген ол эпитет болады. Кейін керуен сықылды деп ол теңеу, яғни теңеудің сияқты сықылды бейнеге жылдар арқылы жасалған теңеудің бірі болып табылады. Кейін жылы шырай нұры. Жылы шырай нұры ол эпитет болып табылады. Кейін тапал торы эпитет, сөйленбас адам секілді теңеу. Көл мұнайы толған шорыққанды су. Шорқынды су бұл метафора деп айтуға болады. Кейін ең шырайлы жері бұл эпитет. Және де осы ажары тәуірлеу біреу болса, соны көре алмайды ма білмейсің. Ешкіге құсап ол теңеу болып табылады. Шошындап жүргені заман бұзылған ғой иә деп кетеді. Бұл эпитет ретінде келеді. Сонымен теңеу дегеніміз не екен? Теңеу дегеніміз екі балама заттарды бір-бірімен салыстырып айту, ауыстырып айту. Оның негізгі үш жасау жолы бар. Дай деген сөздеріне жаңағы қосылу сияқты бетіне секілді ұқсап сөздеріне қосылу. Және де шай, кескішей, шай-шей жұрнақтары арқылы жасалады. Енді келесі Лаура, сізге өз кезегін берейік. Қандай шығарманы талдадыңыз? Қандай қазақ әдебиеті болсын, қазақ тілі болсын, қай саланы алайық олар? Риторика саласы болсын, шешендік өнер болсын, тіл білімінде стилистика саласы болсын, осы көркеуіш құралдарды зерттейтін салаларын табылады екен. Енді Лаураға сөз кезегін берейік. Мен үйге шыңырау деген Әбіш Кекілбаевтың шығармасын алған болатынмын. Сол шығармада мен теңеулерді тауып келдім. Және жарықтың бәрі жоғарыға серпіліп, дәл құдықтың аузына мұнардай үйісіп тұрып алыпты. Бұл жерде мұнардай деген теңеу болып келеді. Дайдей, тайдей жинақ арқылы жасалатын теңеуді білдіріп, тершіп тұрған жауырны оқыс мұздап, тұла бойы шығып кеткендей болды. Ол да дайдей, тайдей жинақ арқылы жасалған теңеу. Шалқар дәле кең аспан шара табақтай болып құдықтың аузына төңкеріле қалды. Бұл жерде табақтай, шара табақтай, ол да дайдей, тайдей арқылы жасалған. Көзін құдықты ашса да жер астында әр түстен бір жас қартайғандай болады. Қартайғандай, ол да дайдей, тайдей жинақ арқылы жасалған теңеу. Негізі қарап тұрсақ, бұл шыңырау шығармасында осы дайдей, тайдей жинақ арқылы жасалған теңеулер өте көп болып келеді. Айтелісі өте көп. Теңеу ол бір затты екінші затпен салыстыра отырып суреттесе, ал метафора ол өзіне балама затпен ауыстырып қолдану. Яғни ол метафора тура мағынада емес, астарлы мағынада қолданылады. Жаңа біз қандай ғалымдардың пікірлерін сіздермен қарастырып өттік? Біз Заки Ахметовтың, Фимал Қадол, Қадыр Жұмалиев және осы сөз өнері, әдебиеттің терминдері сөздігі және табысқа еңбектермен Отыра ғой, жақсы.